Сәлеметсіздер ме, менің құрметті сүйікті көрермендерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге үй жағдайында, яғни күннің ыстығында салқындататын салқын көже окрошка жасап үйренеміз. Қараңыздаршы, қандай керемет. Тек қана көкөністермен. Видеоның басынан соңына дейін менімен бірге болыңыздар, бірге жасап үйренейік. Құрметті менің сүйікті көрермендерім, ал бізге бүгінгі ең оңай және тиімді қолда бар заттардан ең оңай салқын көже жасаймыз. Окрошка деп аталады. Ол үшін бізге қияр, редискамыз қажет, картоп, піскен картоп және жұмыртқа қажет болады. Картоп пен жұмыртқаны пісіріп аласыздар, және көкөніс. Бізге укроп пенен лук, көк лук және докторский колбаса. Ең бірінші докторский колбасамызды турап, бәрін үлкен чашкаға саламыз. Колбасамызды майда кубиктап тураймыз. Осындай майда етіп турап аламыз. Колбасамызды турап біттік. Енді келесі бізде жұмыртқамыз. Жұмыртқамызды да солай майда кубик етіп тураймыз. Ішіндегі сарысын турамай ақ қойсаңыздар да болады. Жұмыртқадан кейінгі келесі бізде картоп. Картопымызды майда етіп кубиктап турап аламыз. Енді келесі бізде зелень. Зеленді көбірек қып аламыз. Жақсылап жуып алдым мен зеленді. Ол үшін бізге укроп пенен көк жуа болса болды, жеткілікті. Ал енді келесі бізде қиярымыз бен редискамыз. Оны біз мынандай теркадан өткіземіз. Қиярымыз бітті, енді редискамыз. Тоже теркадан өткіземіз. Мінеке құрметті көрермендер, бізде барлық смесімізді, яғни теркадан өткізіп дайындап алдық. Қараңыздаршы, қандай керемет. Иісі деген енді айтып жеткізу мүмкін емес. Ал енді келесі біз осындай чашка аламыз. Міндетті түрде қара бұрыш пенен тұзымыз қажет. Және де бізге майонез қажет болады. Біз майонезбен жасаймыз. Чашкаға майонез салып аламыз. 3 ас қасық майонез. Және бізге сары ағаш қажет болады. Обычный сары ағаш. Яғни газдалған су. Осы майонезімізге сары ағашты құйып аламыз. Және жақсылап езіп аламыз. Бізде майонезіміз жақсылап езілу керек.
мінекей осы жақсылап езіп алған майонез бен сарыағашты смесіміздің яғни көкөністердің үстіне құямыз. Енді қалған сарыағашты құямыз. Тұз қарабұрышымызды салып, бір ас қасықтай тұз және қарабұрыш міндетті түрде. Қараңыздар, қандай керемет салқын көже. Үстіне мұз салып жерсеңіздер де болады, яғни лед. Мінекей құрметті көрермендер, біздің салқын көжеміз дайын. Ал енді сіздермен бірге дәмін көрейік. Ал құрметті көрермендер, міне біздің окрошкамыз дайын, салқын көжеміз. Ал дәмін көріп жүрейік сіздермен бірге. Бісміллә. Дәмі өте керемет. Жасап көріңіздер. Біздің үйде горчица деген заттарды көп жемейді. Сондықтан біз тек қана майонез, сарыағаш и көкөністермен жасаймыз. Өте дәмді шығады. Бір отырғанда балдар ішіп қояды. Болмаса холодильникке салып қойсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал мен сіздермен қоштаспаймын, құрметті көрермендер. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.